Мысыр елі туралы ойлағанда, біреуге пирамида, сфинкс, немесе перғауын ойға келсе, біреуге Африка, ал біреуге Мұхаммед Салах ойға келуі мүмкін. Ал бізге қазақтарға Бейбарыс Сұлтан есімізге түседі. Бірақ бүгінгі әңгіме Мысырдың ежелгі тарихы жайлы болмақ. 10 мың жыл бұрын Сахара шөл емес саванна еді, бірақ климаттың өзгеруіне байланысты Сахара толық шөлге айналды. Шөл демекші, Мысырдың 96% жері шөлді аймақ, қалған 4% жері Ніл өзені мен дельта жеріне тиесілі. Дәл осы Ніл өзені мен дельта жерлерінде біздің заманымыздан бұрын 6000 жылдары алғашқы ауылдар пайда болып, Мысырдың тарихы басталды. Айта кетерлік жайт, ежелгі Мысыр тарихы біздің заманымызға жетпеген соң, біздің заманымыздан бұрын деп созып жатпай, тек жылын айтатын боламын. Ал енді Мысырдың өркениетке айналу кезеңіне көшсек, ол кезең 3150 жылдан бастау алады. Мысыр екіге бөлінген еді, жоғарғы және төменгі. Бұл екі елді 50 жылдан кейін Нармер біріктіреді. 3000 жылдары Мысыр әлемге жаңалық ашады. Ол жаңалық бойынша мысырлықтар енді иероглифтерін тасқа емес, папирусқа жазатын болады. Бұл кезеңде Мысыр әлемді құрылыс және сәулет өнерімен таңқалдырды. Яғни әлемге әйгілі Хеопс, Хафре, Менкуаре пирамидалары тұрғызылды. 4-5 мың жыл бұрын бұндай алып пирамидалар тұрғызатын технология болған жоқ. Сол себепті бұл құрылыстарды кейбір ғалымдар тылсым күшпен байланыстырса, кейбір ғалымдары логикаға жүйеніп әртүрлі тұжырымдарды айтуда. Сонымен қатар, осы кезеңде ұлы сфинкс тұрғызылады. Яғни, мына әлемге әйгілі мысық осыдан 4000 жыл бұрын құрылған. Бірінші өтпелі кезеңде билік күші әлсіреп, халық бөліне бастады. Төменгі Мысыр көптеп азиялық көшпенділердің тонаушылығына тап болып, астанасы Гераклеополь жекешеленіп патшалық құрды. Сонымен қатар азиялық көшпенділердің тонаушылығын тоқтатып, дельта жерін өзіне қосып алды. Ал Фива қаласы болса, жоғарғы Мысырды өз қолына алып, Гераклеопольмен соғыста жеңіп, Мысырды біріктіреді. 12-ші династия билігі. Мысыр жайнап тұр. Алғашқы тұрақты әскер құрылды. Бірақ соған қарамастан 13-ші династияның тұсында гексастар төменгі Мысырды оңай жаулап алып, дельта жерінде Аварис қаласын тұрғызады. Гексастар туралы айта кетсек, олар азиялық көшпенділер, Сирия-Палестина жерінен келген жұмбақ халық. Гексастар Мысырды жаулап алып қана қоймай, Мысырға ат арба, жылқы шаруашылығында, қола құю, керамикада және ауыл шаруашылығында жаңалықтар алып келді. Фиваның төменгі Мысырды қайтару мақсатында гексастарға жорықтары сәтсіз аяқталды. Сонымен қатар ескі жаулары Нобия халқы Куш патшалығын құрып, жаңа күшпен Фиваны ойсырата жеңеді. Гексастар соғыстан шаршады. Осыны пайдаланған төменгі Мысыр Мемфис қаласын қайтарып, Фиваның көмегімен гексастарды дельта жеріне қуып шығады. Ал гексастармен соғыстағы нүктені Фива патшасы Яхмос бірінші қойды. Ол гексастарды түгел дельтадан қуып шығады да 1544 жылы Шарухен қаласында болған соңғы шайқаста гексастарды жойып, мысырлықтар толық тәуелсіздік алады. Мысырдың әлемдік державаға айнала бастауы Тутмос біріншіден басталады. Бұл фараонның кезінде оңтүстік шекара Ніл өзенінің 3-ші босағасына жетеді. Ал солтүстікте Ефратқа жорыққа аттанып, солтүстік Месопотамиядағы ең мықты Митания мемлекетін ойсырата жеңеді. Тутмос екіншінің кезінде маңызды ештеңе болмады. Ал ол қайтыс болғанда, мұрагердің жасы тым кіші болғандықтан, регент ретінде Хатшепсут патшайым билікті өз қолына алады. Оның кезінде елде тыныштық пайда болып, көптеген елдермен сауда қатынасын орнатып, ел экономикасы өрге өсе берді. Ал кейін таққа Тутмос 3-ші отырған кезде Хатшепсут туралы еске алатын кез келген тарихты жойып тастайды. Осы жылдардың ішінде Сирия-Палестина жерлеріне 15 рет жорыққа шығып, митанилықтарға маза бермей көптеген қалаларын басып, жойып, ақыры Кадеш қаласы басып алынған соңғы қала болды. Себебі Митани Мысырдың сүйікті вассалына айналды. Ал оңтүстікте шекара Нілдің 4-ші босағасына жетті. Бәріміз білетіндей, ежелгі Мысырда Рим гректер секілді көптеген құдайларға сенген. Амон, Осирис, Изида, Хатор және Атон. Соңғысы Мысыр фараоны Аменхотеп IV Атонның реинкарнациясымын деп жариялап, Эхнатон деп атын өзгертеді. Және елде тек Атон құдайына бағыну культін жариялайды. Ол дінге қатты беріліп кеткені сонша, елдегі мәселелер шешілмей, мемлекет әлсіреп кетеді.
Эхнатон қайтыс болғанда көп замай таққа Тутанхамон отырады. Бұл есім оған ұнамай, Амон құдайы сияқты болғысы келіп, Тутанхамонға өзгертеді. Тутанхамон 19 жасында қайтыс болған соң, ол туралы ақпарат мүлде жоқ. Әлемдегі ең танымал перғауынның қабірі осы жас жігітке тиесілі. Оның қабірін осыдан тура 101 жыл бұрын тапқан ең танымал перғауын болғанымен бітірген тірлігі аз. Рамзес II Мысырдың ең ұлы фараоны деп санауға да болады. Рамзестің ең атақты шайқасы 1274 жылы хеттармен Кадеш қаласында орын алады. Әлемге әйгілі Абу-Симбир храмын тұрғызып, соғысты жеңгенін жырласа да, ол соғыстың тең аяқталғаны бүкіл әлемге әйгілі. 1258 жылы Хет патшалығымен алғашқы бейбіт келісім Кадеш келісіміне қол қойылды. Рамзес Нубияны толыққанды бағындырып, бақылауды қатайтты. Жаулап алған аймақтарда көптеген бекіністер тұрғызып, сол жерге Мысыр отарлаушыларын қоныстандырады. Дельтаның шығысында ол жаңа астананың негізін қалады. Рамзес II билігі Мысыр үшін экономикалық және саяси өркендеу кезеңі болды. Уақыт өте келе дворяндар тек бір перғауынды білді. Ол Рамзес II. Оның 96 жыл өмір сүргені қарапайым мысырлықтардың орташа өмір сүру ұзақтығынан 2 есе көп. Ол қайтыс болғаннан кейін көптеген адамдар ақыр заман болады деп қорықты. Өйткені олар басқа перғауынды да, басқа Мысырды да білмеді. Қалай Рамзес II өмірден өтті, солай Мысыр әлсірей бастады. Солтүстіктен теңіз халқы тонап, ливиялықтар Мысырға басып кіріп, қоныстана бастады. Сонымен қатар сириялық Ирсу елде көтеріліс жасап, билікті басып алады. Сирия, Финикия, Палестина Мысырдың құрамынан шығып кетеді. Көп замай Мысыр аристократы Сетнахт билікті қайтарады. Оның баласы Рамзес III таққа отырған кезең Мысырдың соңғы қуатты, мықты кезеңі еді. Ол бірнеше әскери реформалар қабылдап, әскер санын көбейтіп, Сирия, Палестина, Финикияны Мысыр билігінің астына келе алды. Бірақ оның ұрпақтары Рамзес IV-ден 11-ге дейін биліктерінде Мысыр тек әлсірей берді. Перғауын билігі әлсіреп, діни қызметкерлердің үстемдігі артып, елді екіге бөледі. Жоғарғы Мысыр діни қызметкерлердің билігі болса, төменгі Мысыр немесе Танис перғауынның басқаруында болды. 1075-641 жылдар аралығында таққа талас болады. Бұл кезең Мысырдың қатты әлсіреу кезеңі еді.